Тропикалық аралдардағы өмір көптеген адамдар үшін нағыз жұмақ секілді көрінеді. Таза құм, жағажай, пальмалар, жылы мұхит, қыздар және ай дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Вайп 1993 жылғы Баунтидің жарнамасындағыдай. Бүгінгі шығарылымда Питкэрн аралында қалай жалғыз ер адам қалған, Баунти кемесіндегі бүлік жайлы, және қалай 2004 жылы бір аралдан 8 педофил шыққан жайлы білетін боласыздар. Байланысты там құрай. Негізі аралдағы өмір ең сұмдық пессимистикалық ойлардан да сұмдық болуы мүмкін. Бұған дәлел ретінде Питкэрн аралының тарихын ұсына аламын. Арал 2 ғасырдан бері Тынық мұхитындағы жоғалған адамдардың қиын, азапты өміріне куә болып келеді. Питкэрн аралы әлемдегі ең аз халқы бар мемлекет. Мұнда небәрі 47 адам тұрады. Соған қарамастан Питкэрннің таңқаларлық қызықты тарихы бар. Оны ағылшындықтардың ашуынан қорқып қашқан Баунти бүлікшілері құрды. Содан кейін арал адамзатқа мәлім ең қорқынышты алкоголизм геноцидті бастан кешірді. Нәтижесінде бірақ ер адам тірі қалды. Қысқасы, барлық алкаштар қырылып кетті. Сосын бұл жерде небір оңбағандар мен есектер билік жүргізген. Ал 2004 жылы Питкэрн әлемдегі ең көп педофилдер мен сотталған ер азаматтары бар мемлекет деп танылды. Бұл аралда 50 адам өмір сүрсе де, тарихы қызық, көптеген қорқынышты басынан кешірген. Бұрын мұнда негізі полинезиялықтар өмір сүрген. Бірақ олар еуропалықтардың көмегінсіз де жойылып кетті. Олар 11 ғасырда Питкэрнге қоныстанды. Шамасы таитиліктер. Олар мұнда қоныс құрды, үй жануарларын әкелді және жалпы алғанда жақсы өмір сүрді. Питкэрнде сапалы тас және обсидианның қоры бар. Сондықтан алғашқы питкэрндіктер 500 шақырым жердегі Мангарева аралының тұрғындарымен сауда-саттық жүргізу арқылы өмір сүрді. Олар Мангарева патшасына ант берген болуы да мүмкін. Полинезиялықтардың бақытты өмірі 400 жылға созылды. Содан кейін обсидиан қоры құрғап, Мангаревте азаматтық соғыс басталды. Сауда-саттықсыз Питкэрн қоғамы әлсірей бастады. Содан кейін тіпті жойылып кетті. Мұнда алғашқы европалықтар келгенде полинезиялықтар болған жоқ. Питкэрннің тарихы негізі Баунти бүлікші теңізшілері мен олардың ұрпақтарының тарихы. 1787 жылы ағылшындар нан ағашын табу миссиясымен Тынық мұхитының кеңістігіне Баунти кемесін жіберді. Жақында ағылшындар Америкадағы колонияларынан айырылып, дүрбелеңге түскен еді. Олардың Кариб теңізіндегі маңызды колониялары әлі қол астында. Бірақ ол жерде де аштықтан бүлік шығуы мүмкін болды. Жергілікті топырақ еуропалықтарға таныс дақылдарға мүлде қолайлы болмады. Содан кейін британдықтар батыс Үндістанға нан ағашын егуді ұйғарды. Баунти миссиясы сәтсіз аяқталды. Капитан Бай кемені Таити жағалауларына апарды. Бұл жер теңізшілерге өте қатты ұнады. Тіпті мүлде керемет болды. Кеме экипажы мұнда 6 ай таңғажайып өмір сүрді. Ал теңізге зорға барғылар кеме оралды. Көп замай күтілгенде кемеде бүлік көтерілді. 1787 жылы 28 сәуірде матростар Блай мен оның көмекшілерін мұхиттың ортасында қайықта қалдырып, өздері Таитиге оралды. Біраз уақыттан кейін матростардың бір бөлігі бүлік үшін міндетті түрде кегі алынатынын түсінді. Нәтижесінде теңізшілер Баунтиге отырды да айдаладағы Питкэрнге қашып кетті. Және мұнда қоныстануға әрекет жасады. Теңізшілерді Блайға қарсы бүлік шығарған адам Флетчер Кристиан басқарды. Таитиде қалған теңізшілердің тағдыры өте ауыр болды. Ұлыбританиялық сот біреулерін асып тастаса, кейбіреулерін қар жұмысқа жіберді. Алайда Кристиан тобы бұл ауыр тағдырдан қашып үлгерді. Бірақ Питкэрндегі өмір Таитиге қарағанда әлдеқайда ауыр болды. Питкэрндегі ең қорқынышты оқиғалар самогон ойлап табылған соң басталды. Самогон дегеніміз дәнді дақылдардан, тамырлы жемістерден, қант қосып жасалатын спирттік ішімдік. 9 европалық теңізші, оның ішінде Кристиан, 16 таитилық, оның ішінде 6-ы құл, 12-сі әйел болып, осы құраммен 1790 жылы Питкэрн аралына келіп қоныстанды. Европалықтардың әрқайсысы бір әйелден алды, ал бейшара 6 құлға 3 әйел берілді. Көріп отырғаныңыздай дау-дамайдың басы колония құрылмай тұрып пайда бола бастады. 11 ғасырдағы полинезиялықтар сияқты жаңа қоныстанушылар Питкэрнді ұната бастады. Мұнда көптеген құнарлы жерлер, тұщы су, тіпті ыңғайлы климат болды. Бірақ теңізшілер үшін негізгі мәселе ішімдік еді. Маккой есімді бір теңізші осында өсетін тәтті түй тамырынан самогон жасауды үйренді. Бұл теңізшілер үшін керемет өнертабыс болғанымен, соңғы жаппай геноцидке алып келді. Баунти экипажы сұмдық ішімдік іше бастады. Ал Кристиан басшылықтан алшақтап туған жерін сағына бастады. Осы сәтте Питкэрндегі билікті өз қолына ішімдіктің иесі ретінде Маккой алды. Ол өзін нағыз тиран, ішімдік құмар, талантсыз көшбасшы ретінде көрсетті. Бір күн ол Теваруа атты көрікті бір әйелді балық аулауға жіберді. Ал Теваруа жеткіліксіз балық аулап келгенін көргенде мас күйде әйелдің құлағын тістеп алды. Мұндай сұмдыққа шыдай алмаған әйел жардан секіріп өзіне қол салды. Ал Маккой түк болмағандай өз қолдарына қарай беттеді. Өздері заланып жүрген наразы алтауынан 3 әйелдің бірін тартып алмақ болды. Ақыры қырғынға ұласты. Таитилік еркектер европалықтарды өлтіруді шешті. Олар барлығын тиянақты жоспарлады.
Маккой мен соңынан ергендер мушкеттері мен суық қаруларын ұрлап алып, біртіндеп соңдарына түсті. Ызаланған топ бірнеше сағат ішінде барлығын дерлік қырып тастады. Көбісінің басын шауып алды. Тек төртеуі ғана қалды. Олар Адамс, Янг, Квинтл және барлығын бастаған басшы Маккой. Европалықтар да әрине өз өмірлері үшін күресті. Бірақ жалпы шайқастың соңында Питкерінде тек қана бір-ақ еркектер қалды. Бұл 1797 жыл еді. Теваруба өз-өзіне қол салған соң, аралдағы иерархияға қарсы шыққандар баунтилік 9 теңізшінің 5-еуін қырып тастады. Бұл барлық сұмдықтардың тек басы ғана болды. Европалықтардың басы алынған күні таитилік әйелдер таитилік еркектерді де өлтіріп тастады. Ал тірі қалған европалық ер адамдар соңғы кездегі болып жатқан оқиғалардан соң есінен алжаса бастады. Янг пен Адамс Инжилді оқып күні-түні доға жасауды бастады. Квинтл мүлде жынданып Питкеріндік балаларды өлтіріп тастамақ болды. Ендігі олар да көбейіп қалған еді. Басқа ер адамдар бала өлтіруші араларына керек емес деп шешіп, бейшара Квинтлді өлгенше ұрып соғып тастады. Мұндай адамдардан құтылудың басқа жолын мен де көріп тұрғаным жоқ. Сонан Маккой теңіз жанындағы жарға барып асылып қалды. Қашқындардың бәрі қырылып жатыр дейсің ғой. Көп өтпей Янгта психологиялық травмалардан ба, әлде астмадан ба көз жұмды. Аралда жалғыз еркек тұяқ болып Адамс қалды. Ол амалсыз Питкерінің тағына отырды. Негізі ол басында жұмсақ әрі жас жігіт болатын. Питкерінің тарихында көптеген диктаторлар болған. Енді мұнда көшіп келген халықтың мінез-құлқына қарайтын болсақ, бұл таңқаларлық зат емес. Бірінші кезекте Кристиан еліне деген сағынышы басталып, өз міндеттерін дұрыс атқармады. Ал соңынан алкаш Маккой тұрғындарға білгенін жасады. Содан соң 4 еркек өлтіріліп, біреуі асылып қалды. Адамс та сүттен ақ судан таза болмаған деседі. Янгқа өлімін жылдамдатуға көмектескен деген ойлар бар. Жел оқыған Адамс теократиялық басшы болам деп шешті. Және өзін Евалардың арасындағы адам деп, Питкерінді күнәһар адамзат жоғалтып ала жаздаған жәннат деп жариялады. Сөйтіп келесі 10 жылдықтағы уақыт мінсіз крестьян қоғамын құруға жұмсалды. Питкеріндік Адамс уағыздар оқыды, рәсімдерді басқарды, қатаң түрде адамгершілікті сақтады және өз әйелдеріне шетінен бала туғызды. Негізі қазіргі барлық питкеріндіктердің жартысы оның ұрпағы болып саналады. Адамстың еңбегінің арқасында 1808 жылы ағылшын кемелері Питкерн жағалауына жүзіп келгенде олар қарт, асыл гуру басқарған пасторлық діни қауымдастыққа тап болды. Әрине бұл британдықтарға өте қатты ұнады. Уақыт өте келе Питкернді олар ізгіліктер аралы және Виктория моралінің көрінісі деп мақтан тұтып айтатын болды. Адамс қайтыс болғаннан кейін аңғал питкеріндіктерді көбінесе алаяқтар биледі. Бірде авантюрист Джордж Нос осына жүзіп келді. Ол тез арада қоғамдастықтың көшбасшысы атанды. Ол Чилидегі соғыс ардагері және өте харизмалы ер адам болды. Бірақ ол да сау сиырдың боғы емес еді. Питкерн кейінірек Джошуа Хиллдің билігіне өтті. Ол өзін тәждің елшісі деп жариялап, аралдың губернаторы болып тағайындалды. Хилл Носты және өзінің принциптеріне сенбейтіндерді қуып шығып, сарай салып, өзін Ұлыбритания патшасы секілді ұстады және таныстырды. Бірақ соңына шындықты білген халық оңбаған Хиллді аралдан қуып шықты. Аузы күйсе де сабақ алмаған питкеріндіктер келесі Джон Тей атты адамның құрығына түсіп кетті. Ол халықты алдап өз сенімі адвентизмге тартты. Адвентизм дегеніміз христианның сан алуан сенімдерінің бірі. Тей жергілікті адамдарға Ұлыбритания халқы ендігі адвентизмді қабылдады және Питкерн тұрғындары тез арада бұл церковьға қосылу керек деп шақырды. Арал тұрғындарына Тей көп зиян келтірмеді. Бірақ көшбасшы болған кезде Тей өз сенімі талап еткендей барлық шошқаларды қырып салуды бұйырды. Әрине шошқаларға жергілікті тұрғындардың жаны ашыды. Бірақ Виктория адвентизмді қабылдаса, амал нешік. 18 және 20 ғасырда Питкерн Тынық мұхитындағы Виктория моралінің тірегі деп аталса да, Питкерн тұрғындары әлі күнге дейін осы діни ағымның ұстанушылары болып келеді. 2004 жылы Питкернде кәмелетке толмағандармен жыныстық қатынасқа түсті. Балаларды қорлады, зорлады деген айыппен 7 адам сотталды. Олардың арасында Питкерннің мері Стив Кристиан да болды. Негізі Стив сол баунти бүлігін ұйымдастырушы Флетчер христианның ұрпағы болып табылады. 2006 жылы кінәлі адамдар темір тордың артына отырғызылды. Бұлар үшін тіпті аралда арнайы түрме салынды. 2010 жылы азғындар босатылды. Бірақ бірден тағы біреу ұсталды. Ол жаңа мэр Майк Уорнер. Ол полиция қызметкері болып жұмыс жасайтын 15 жасар қызбен жыныстық қатынасқа түсіп жатқан кезде құрықталды. Қазір аралда бұл қылмыстық істер туралы айтпауды жөн көреді. Питкерндіктер үшін бұл өте ауыр тақырып. Питкерн қазір Ұлыбританияның Тынық мұхитындағы соңғы колониясы. Осы Питкерн аралы және оған іргелес бірнеше адам тұрмайтын аралдар Ұлыбританияның Тынық мұхитындағы соңғы иеліктері. Іс жүзінде арал тәуелсіз, бірақ ресми түрде достықтың бір бөлігі болып табылады. Ұлыбритания аралды қорғауға және әділеттікке жауап береді. Бір қызығы тағы 1830 жылы Питкерн ресми түрде колония болған кезде, оған барлық ересек тұрғындар үшін демократиялық сайлау жүйесі енгізілді.
Осылайша аралда заңды түрде әйелдер сайлауға қатыса алатын болды. Соңынан бұл Ұлыбританияның басқа колонияларына да тарады. 1937 жылы мұнда 233 адам өмір сүрді. Негізі осы уақыттар аралдағы халықтың ең көп кезеді. Қазір онда 47 адам тұрады. Жастардың барлығы дерлік Жаңа Зеландия мен Австрияға қоныс аударды. Қазіргі бюджеттің 80% туризммен келеді. Сондықтан жергілікті халық қонақтарды жақсы көреді. Питкерінде қонақ үй жоқ. Сондықтан мұнда келгеннен кейін сіз жергілікті біреудің үйіне қонақтайсыз. Ең бастысы, педофилдермен 1793 жылғы қырғынды айтпау керек. Оларға бұл тақырыптар мүлде ұнамайды. Йоу, осылайша бүгінгі шығарым соңына жетті. Соңына дейін көргенің үшін рахмет. Міндетті түрде роликке лайк басып каналға тіркел. Және келесі шығарылымға ойларың болса жазып кет. Чао.